Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде possessive case деген тақырыпты өтетін боламыз. Possessive case дегеніміз бұл бізде тәуелділік жалғауы деп аталынады қазақ тілінде. Қазақ тілінде бізде ның, дің деген жалғаулар бар ғой. Сонда біз ағылшын тілінде possessive case деп атаймыз. Жалпы possessive case адамдарға және де заттарға қолдансақ болады. For people деген адамдарға, for things деген заттарға деген сөз, иә? Енді адамдарға қолданса қалай айтамыз? Біз егер адамдарға қолданатын болсақ, мынандай апостроф деген үтір, иә, төбедегі s-ті қолданатын боламыз. Ал егер заттарға айтатын болсақ, of the деген сөзді қолданамыз. Мысалы, менің анамның сөмкесі, менің деген my, ана деген mom, ның деген бізде апостроф s. My mom's bag болады. Кітаптың тысы десек, мысалы, тысы деген сөз бізде қазақ тілінде екінші тұрады ғой, ағылшын тілінде бірінші тұрады. Case of the book. Менің кітабымның тысы болса, case of my book болатын еді. Келесі, Айнұрдың кілті. Айнұрдың, біреудің, значит, сол апостроф s болады. Айнұрс, key болады, иә? Үйдің кілті. Үйдің кілті. Кілті деген бізде соңында тұрса, ағылшын тілінде бірінші тұрады. Key of the house. Менің үйімнің кілті, немесе сенің үйіңнің кілті болса, сенің деп мына жерде тұратын болса, key of your house болатын еді. Келесі қараңыздар. Мына жерде мысалы қараңыздар. Child деген бір бала ғой, children деген көп бала. Friend деген бір дос, friends деген көп дос. Енді қараңыздар, баланың бөтелкесі, бір баланың бөтелкесі болса, child's bottle болады, иә, міне? Child's bottle. Бір баланың. Ал егер балалардың бөтелкелері, мысалы, балалардың көп бөтелкелері болса, children's bottles болады. Енді қараңыздар. Мына жерде қоя береміз тура осылай, иә? Потому что көп бала, аз бала без разницы. Бұл потому что n деген әріппен аяқталып тұр. Енді менің досымның машинасы, бірақ досымның, менің досымның машинасы, my friend's car. Бір дос, соның бір машинасы. Менің достарымның машиналары деп айтатын болсақ, машиналары. Онда мына жерде достар көп болғандықтан, бірінші s-пен аяқталады ғой, зитақта достар деген сөз міне. N-мен аяқталып тұр, s-пен аяқталып тұр. Сондықтан апострофты соңына қоямыз. My friends cars болады. Мына жерге енді s деп тағы да жазып қоймаймыз, сондықтан көпше түрдегі s-пен аяқталатын сөздерге аяқ жағында мынандай апостроф соңында тұрады. Енді сіздерге сұрақ, комментарийге жауабын жазып кетіңіздер, иә? Мөлдірдің айнасы дегеніміз қалай болады? Айна деген бізде mirror, мөлдір деген сөз жаза аласыздар деп ойлаймын. Есіктің тұтқасы, есік деген бізде door, тұтқа деген бізде handle.